Ассалаумағалейкум, қадірменді футбол сүйер қауым, назарларыңызда футболдан Қазақстан біріншілігі, екінші лига. Дәл бүгін бізде ертіс және жеңіс жастар арасындағы 13-ші турдағы матч, және сіздерге қызмет ететін комментаторлар мен Айбек Сайлау және менің әріптесім Петр Воликов, және біз ең алғашқы алаң қожайындарынан бастайтын боламыз. 31-ші нөмірде Еркебұлан Рахметулла ертіс жастарының қақпасында назарларыңызда. 40-ші нөмірде Азамат Қанат команда капитаны, 20-ші нөмірде Әділет Үсенов, 30-ші нөмірде Бекзат Әли, 44-ші нөмірде Радион Майсеев, 47-ші нөмірде Мақсат Мағзумов, 50-ші нөмірде Еламан Мүліков, 54-ші нөмірде Әлімжан Абдықалық, 74-ші нөмірде Никита Прошин, 77-ші нөмірде Әлхан Нұрлан, 87-ші нөмірде Бибарыс Әбілманов команданың бас бапкері Асхат Мусатаев және көмекшісі Тимур Байсуфинов. Ал жеңіс жастар командасында 99-ші нөмірде Артур Колесников, 51-ші нөмірде Дәулет Құдайбергенов, 30-ші нөмірде Николай Горобченко, 47-ші нөмірде Бәйдібек Әлділбек, 67-ші нөмірде Диас Қадырбек, 69-ші нөмірде Фархат Жағупаров, 71-ші нөмірде Сырым Ерболат, 83-ші нөмірде Давид Сергиенко, 90-ші нөмірде Расил Исаев, 94-ші нөмірде Нұрсұлтан Арстанов, 97-ші нөмірде Ермұхамед Бесенғалиев. Бұл шығыс солтүстік конференциясы, яғни осы Юлдыз Қанаев мырза бүгін төрелік қызметте, және осы тұста екі команданың Максим Азовскийдің командасы қазір допты өзінің пайдасында ұстап жатыр, және алға қарай қазір пас беруге немесе қауіпті сәттерді шығаруға дайын секілді. Қазір доп оң жақ қапталда. Артқа қарай 67-ші нөмірде ойын өрнегін көрсететін Диас Қадырбектің пасы. Ал допқа талас, қазір әуедегі допқа талас кезінде доп алаң жеңі шығып кетті ме? Шығып кетті дейді, есептейді төреші. Және ертіс павлодарлық команданың қазір Еркебұлан Рахметулла есімді қақпашысы Азамат Қанатпен бірге тұр. Алға қарай пас. Бірақ доп алаң жеңіне қарай ұшып кетті. Жылдам гол көреміз бе дегенде ой бар. Алғашқы 10 минуттың ішінде қай команда гол соғатынын қазір бірге көре жатармыз. Дегенмен де әзірге жеңіс ойыншылары допты өте жақсы бақылауда ұстап отыр. Артқы қапталдан шығуға мүмкіндік бар. Оң жақ қапталда. Жалпы командалардың қазір деңгейіне келетін болсақ, екеуі де шамалас команда екен жақсы білеміз. Ертіс және жеңіс енді бүгін қонақта. Әуедегі доп, қазір алыстан соққы бақтауға болады. Соққы! Қорғаушылардың бірі тосқауыл қойып үлгерді, және бұл жолы ойын тәртібі бұзылған екен. Ойын тәртібі бұзылған. Қараңыздар, кейін серпілген доп. Қайта келер сәтінде қателік жасады. Енді ертіс ойыншылары шабуылға көшті. Майсеев алаң жеңінде жеңіс ойыншылары. Доп Диас Қадырбекке келіп жетуі керек болған, бірақ қорғаушылардың бірі өзі жаңа шабуылды бастағанды жөн санаған екен. Тамаша диагонал пас, Сырым Ерболат. Сырым Ерболаттың добы кейінен Диас Қадырбекке келіп жетті. Оң жақ қапталмен шабуылдай береді. Жалпы дәл қазір Тараз жастары мен Қайсар жастары ойнап жатыр. Атырау жастары менен Тұран жастар командасы, Ордабасы, Жасқыран деген командалар
бүгін ойын өрнегін көрсетеді кешкі сағат 6-да, яғни 18:00-де. Ал бізбен іргелес өтіп жатқан сәтте Азамат Қанат қазір допты бұрыштамаға қарай шығарып тастады. Өте сенімді капитан. Жеңіс әзірге осы 4 минут уақыттың ішінде 92% допқа иелік етіп керемет көрсеткіш көрсеткен еді. 26 градус қазір ауа температурасы, және жасанды алаңда қатты бір ыстықта емес, қатты салқында емес, доп тебуге әдемі қолайлы жағдай жасалып тұр. Жақсы, алаң қапталында қазір өте керемет, бірақ алаңнан допты шығарып алды. Жақсаққа өтуге тырысқан еді. Жалпы жеңіс 5-ші орында, 13-ші турда 18 ұпай жинаған, ал ертіс 16 ұпай жинаған. Яғни бүгін жеңіске жеткен команда өзінің қарсыластарын басып озатыны түсінікті. Екі өңірге бөлінген айта кетейік, батыс, оңтүстік және солтүстік шығыс. Солтүстік шығыс оңтүстік батыста бірінші орында Хромтау келе жатыр. 22 ұпаймен екінші Қайсар жастары. Үшінші Талас, Жасқыран, Тараз, осы командалар өзара мықтыларды анықтайтын болады. Ал солтүстік шығыста Шахтер жастары, одан кейін Випер Астана, Аңсат, Қызылжар және Жеңіс. Осылай бөліскен. Шахтер соңғы ойындарды өте керемет ойнап жүр, және плюс 28 доп айырмашылығымен шығып алған. Ал Випер Астана болса 26 ұпайменен келеді. Бұрыштама. Доп әуеде, әуедегі допқа бірінші болып қақпашы жете алмады. Сәл саусағының ұшымен алаң жиегіне қарай шығарып тастады. Қазір тағы да бір қауіпті сәт жеңістің тарапынан болады. Ал ертіс сөз алаңында қорғануға мәжбүр. Тек қорғануға мәжбүр. Құдайбергенов артқа қарай бастады. Диас Қадырбек. Қадырбек қазір әріптестерінің біріне пас қалдырған болатын, тамаша ойнап жатыр қазір, және алаң жиегіне қарай өткізбейді. Тосқауыл өте тамаша қойып тастаған болатын. Дәулет Құдайбергенге пас берген, бұл пасы жетпеді, және өте тамаша ойнаған Еламан Мүликов. Асығат емес, Еркебұлан Рахметулла ойынға қосуға допты. Азамат Қанат. Ал қыспақтан қазір ертіс ойыншылар қалай шығар екен? Алаң жиегінен тамаша келіп құтқарған Нұрсұлтан Арыстанов. Әлімжан Абдықалық қазір допты әріптестерінің біріне беруге дайын. Артқа қарай Азамат Қанат. Соңғы қорғаушының қызметінде қазір Никита Прошин тұр. Қателік қазір. Бірақ жылдам сол қателігін түзетіп үлгерді. Ертіс ойыншылар қазір жаңа шабуылдауға дайын тұр. Әдемі пас, ал осы жерде 2-1 ойыншының ортасынан өтті, тамаша гол, және ертіс ойыншылары есепті ашты. Бейбарыс Әбілманов, қараңыздаршы қалай қарсыласының қорғаушысын алып тастады да 9-ші минутта есепті 1-0-ге жеткізді. Бұл ертіс үшін өте керемет қолайлы жайт. Ал қазір ертіс лайв жүйесінде көтерілетіні түсінікті. 5-ші орынға дейін көтеріледі қазір жеңістің орнына. Ал жеңістің қақпашысы
Салы суға кеткені түсініп тұр. Қараңыздар, ешқандай офсайд жоқ па бұл жақта? Бұл жерде офсайд бар ма дегенде сұрақ туындайды. Аяғының ұшымен жай ғана тебе салған екен. Қараңыздар, 4 ойыншының ортасынан теуіп кетті. Тамаша Бейбарыс. 6-шы орында Ертіс, 7-ші орында Жеңіс тұр. Дәл қазіргі бұл турнирді кестеде 18 ұпай Ертіс жинап үлгерген. Ұлттау командасының жолы болмай жүр. Енді оны Хан Тәңірі командасы оңтүстік батыс аймақта болса, ал осы жерде ше, бұл жерде не болды? Ойын тәртібі бұзылмады ма? Өзі қылады дейді. Және 10 минуттың ішінде біз айтқан болатынбыз, егер гол көрсек, ол жылдам гол болып саналады деп. Сол жылдам голдың куәсі де бола қалдық. Ойынның 13 минуты есеп 1-0, және дәл осы тұста есепті ашқан Бейбарыс Әбілманов болады. Да, 10 минут мы с вами наблюдаем за этим противостоянием. Ертіс Жеңіс 1-0. Потрясающий гол мы с вами увидели от Бейбариса Әбілманова. Шикарно разобрался в штрафной площади и пробил в ближнюю касанием от штанги мяч. Летает в ворота голкипера Жеңіса Артура Колесника. 1-0. 1-0. Хорошее начало у нас в этой встрече. Очень здорово. И гости проявили себя в первые 10 минут. Забить не получилось. Пропустили. Смотрим, что будет дальше. Ну, что-то мне подсказывает, что матч будет очень интересным и интригующим. Длинная передача вперед в направлении автора забитого мяча. Бельманов и зарабатывает аут. Бейбарыс от Ерболата. Мяч покидает пределы поля и будет выводить за боковой Алимжан Абдыкалов. Ждет сигнала от арбитра Алимжан, и вот сейчас бросает туда. Положение вне игры нет, естественно. После вброса из аута положение вне игры не фиксируется. Это что за подарок? И не забивают футболисты Иртыша. Хо-хо! Вот это да! Вот это да! Это у нас Еламан Муликов. Смотрим еще раз, какой ему подарок сейчас предоставил защитник Жеңіс. Посмотрите, как скинул прямо на ногу Еламану. Еламан уже просто по пустым воротам не забил. Там уже, мне кажется, Артур Колесников никак бы не помог. Да, 100%-нейший просто момент не реализуют хозяева поля. Могли уже к 12-й минуте вести 2-0. Еще одна ошибка от игроков Жеңіса. На этот раз в центре поля. И на этот раз ошибся Николай Грабченко. Он сделал в касании неточную передачу. Ну и футболисты Иртыша зарабатывают стандартом что-то с левой рукой, да, с кистью молодого игрока. Понял, Ертыс. Это все тот же Еламан Муликов, который, еще раз напомню, не реализовал 100% момент. Да, приземлился неудачно, но вроде бы как обошлось. Ничего серьезного с кистью Еламана не произошло. Стандарт для хозяев поля. Передача вверхом. И удар головой от Кэпа. Азамат Канат головой пытался пробить. Я думал, что угловой уже заработали футболисты Ертыса, но этого не произошло. Аут. Не стал Абельманов вводить с боковой. Абельманов нужен там, ближе к штрафной площади соперника. Разыграл Алимжан Абдыкалов, крайний защитник Володарского Иртыша. Владеют мячом футболисты Асхата Мусатаева. Неплохо у них это получается. Звучит свисток, и у нас
все верно. Адильбек за этот фол слишком уж чрезмерно пытался он оказать прессинг на владеющего мячом защитника Павлодарского Иртыша. Еще одна ошибка. Очень много брака у молодых футболистов ЖНСа. Вроде мысль какая-то есть, да, здесь нет вот этого просто вбивания мяча вперед в надежде на то, что кто-то зацепится. Вроде бы пытаются на своей половине поля контролировать мяч, но иногда мастерство откачивает футболистов ЖНСа. Ну, в любом случае, я думаю, Максим Азовский ставит как раз таки игру для своих футболистов через короткий пас, через билдап, чтобы они выходили через центр поля, а не просто длинные передачи вперед. Это очень и очень хорошо. Хотя вот сейчас будет, правда, передача низом последовала. Мяч остался у футболистов ЖНС, а здесь очень здорово в обороне действуют хозяева поля, и в итоге нарушение правил. Снова крупным планом Адильбек, один из атакующих игроков столичного клуба. Такой, не сказать, что прям активный прессинг от игроков Максима Азовского, но в любом случае высоко встречают игроков обороны Павлодарского Иртыша и стараются навязать борьбу там уже на половине поля хозяев. Ну а когда сами начинают свой билдап, если можно применить это слово, я думаю, что можно, то здесь ярко выражены три центральных защитника у Максима Азовского. Посередине располагается Нурсултан Арстанов, центральный защитник футбольного клуба ЖНС. Заброс вперед в направлении Сергеева, по-моему, да? Сергеенко, прошу прощения. Давид до мяча не добирается, и здесь показалось, что будет быстро отдавать мяч вперед Алимжан Абдыкалык, но передача вперед не последовала. Прессинг, и сейчас могли уже подарок футболисты Иртыша преподнести. Очень хорошо ускорился Бисимгалиев и пытался накрыть Еркебулана Рахметулла. Смотрим еще раз. Еркебулан очень долго принимал мяч. Пытался его быстро выбить, но если бы не фалил, я думаю, что игрок футбольного клуба ЖНС наверняка что-то опасное могло бы быть. Шикарно здесь перевод в исполнении Азамата Каната. Еще один перевод на противоположный фланг. Альхам Нурлан, но, правда, у 77-го номера обработать мяч как следует не получается. И в итоге мяч покидает пределы поля. Этот перевод делал Родион Моисеев. Вот на ваших экранах 44-й номер, который с левой ноги переводил мяч в направлении Нурлан. Жагупаров. Пас в центр в направлении Адильбека. Адильбек. Перевод на правый фланг. Там есть в центре еще и Горобченко. Два центральных полузащитника у Максима Азовского. Горобченко и Адильбек. Вот сейчас Горобченко остался для контроля мяча, да, а выше поднялся Байдибек Адильбек. Ну и в итоге мяч футболисты ЖНС потеряли. Посмотрим, что Иртыш сможет сделать. Ничего не получается. Успокоилась игра, мне кажется, первые 10 минут прям очень активно. 12 минут даже, наверное, можно засчитать. Первые 12 минут были очень активными. По крайней мере, что-то опасное создавалось. Ну и в это время мы увидели пока единственный гол нашей встречи. Еще раз напомню, что отличился Бейбарыс Абельманов. Ну, Бейбарыс шикарно, еще раз напомню, разобрался в штрафной площади. Перевод на фланг. Это Жагупаров отдавал. Снова Жагупаров. Совершенно один Горобченко. Получает передачу Николай.
Снова в центр, ну и продолжается контроль мяча у футбольного клуба «Женис», про что я и говорил, да, они через контроль пытаются сейчас вскрыть вот эту насыщенную оборону хозяев поля. Пока Иртыш обороняется, причем обороняется всеми силами. В этом компоненте все в порядке, я думаю, у команды Асхата Мусатаева. Ну и как только попробует отобрать мяч Павлодарский Иртыш, либо футболисты Жениса ошибутся, то может последовать опасная контратака. Ну, правда, не в этом эпизоде, потому что здесь мяч покидает пределы поля. Аут будет для хозяев. Отсюда контратаку не создашь. Ну, зато посмотрим за позиционной атакой в исполнении футболистов Асхата Мусатаева. Моисеев из-за боковой. И еще один аут. Нет, мяч остался в поле. Остался в поле мяч. Коробченко. Пас назад. Ну и до центральных защитников мяч сейчас дойдет. 20 минут сыграно. Счету табло пока 1-0 впереди хозяева поля. Сонымен 21 минутта қазір ойын тәртібі бұзылды. Алғашқы 10 минут шынымен де өте тартысты өткен болатын, қауіпті сәттер өте көп болды. Сол сәттердің бірінде әдемі гол соғып кеткен. Етіс ойыншылар болып шыға келді. Бейбарыс Сәбілманов сынды ойыншылар өте тамаша ойнап жатыр. Ал қазір тағы да бір қауіпті сәт артқа қарай. Жеңіс допқа иелік ету пайызы бойынша қарсыласынан әлде қайда мықтырақ болды. Бірақ таблодағы есеп мүлдем басқаша. Офсайдта қалып қойған екен осы жерде. Алға қарай, топ өтіп кетті қазір. Тым жақсы, Нұрсұлтан Арыстанов. Ойын тәртібі бұзылды, Ақ пен қара. Ертіс сақ жейдеде, Жеңіс қара жейдеде. Ақ пен қараның арасында әзірге ақ жейделі команда жеңіп жатыр. Асықпайды. Бәйдібек Әділбек. Артқа қарай пас. Тағы да сол. Бәйдібекте доп. Жақсы. Ал осы жерде қазір фол жасамауы керек дейді. Топты алып өтті бүлгерді. Азамат Қанат соңғы сәтте өз командасын нағыз капитан секілді құтқарды. Өте алмады Ермұхамед Бесенғалиев. Доп әуедегі допқа талас қазір. Моисеев болды. Азамат Қанат қазір жарақат алды. Жанайқайы бізге дейін естілді. Сары қағаз қазір допты тебуге болмайды. Жоқ жерден сары қағаз алып үлгерді қазір. Бәйдібек Әділбек сары қағаз алды. Тағы да онысымен қоймай, тағы да бір ойыншы сары қағаз алды.
осы жерде соққы бақтауға мүмкіндік болмады. Су ішіп алатын уақыт қазір. Футболда осындай бір ерекше үрдіс бар. Әлем чемпионаты болсын, екінші лига болсын, барлығында арасында күннің ыстығына байланысты су ішуге мүмкіндік беріледі. Жас көрермендер. Ал осы жерде қазір екі команданың да бапкерлері нұсқауларын беріп жатыр. Максим Азовский, Асхат Мұсатаев және міне Максим Азовскийді көріп тұрсыздар. Оның көмекшісі Антон Чичулин. Әсіресе шабуыл тұсындағы балаларға жақсы бір пәрмен беріп жатқандай. Ал Асхат Мұсатаев пен Тимур Байсуфинов не айтып жатыр? Назарларыңызда Қанаев Елдос мырза. Осы матчтың рефери. Әзірге сары қағаздан 2 көрсетті. Азамат Қанат ақырындап қазір қақпашысы Еркебұлан Рахметуллаға қарай барады. Еркебұлан Рахметулла алға қарай шығыңдар деді қазір. Алысқа қарай допты теуіп шығарып тастайым дейді. Төреші қазір сықырық шалды. Моисеев ойын тәртібін бұзған екен. Радион және Ермұхамед Бисенғалиев қазір сендірді төрешін. Бірінші таймның қақ ортасынан асып өттік. Енді әлі жеңіс ойыншылары допты өз пайдасында ұзақ ұстап жатқанымен де қауіпті шабуылдарды соңында шешілмей жатыр. Ортаға. Оң жақ қапталға. Артқа қарай. Және өткізбеді. Ойын тәртібі тағы да бір мәрте бұзылды. Расил Исаев назарларыңызда. Ол 50-ші нөмірдегі Иламан Мүліковке қарсы ойын тәртібін бұзған екен. Ал қателік, ал осы жерде жеңіс қазір. Өте тым қатты болып кеткен секілді бұл пас, және допты Еркебұлан Рахметулла ойынға қосады. Сырым Ерболат берген пас еді бұл. Қыспаққа алып жатыр қазір, қыспаққа. Сол қыспақ қазір ертелі кешпе өз нәтижесін беретін түсінікті. Максим Азовскийдің командасы қазір жаңа шабуыл бастады. Сырым Ерболат оң жақ қапталмен шабуылдай беруге болады. Жақсы. Бақылау жақсы. Бірақ шабуыл кезінде соңғы сәттерде жеңіс ойыншыларына сәл жетпей тұрғандай көрінеді. Не болса да алаң қожайындарының тактикасы дұрыс жұмыс істеп келеді.
Соққы алыстан бағытталды, бірақ бұл соққының ешбір пайдасы, нәтижесі болмады. Добалаң оң жағында әлі де болса. Жақсы пас, ал осы жерде кім бар тиін дейтін ешкім жоқ. Жарты сағат ойын артта қалды. Есеп өзгеріссіз 1-0. Ертіс және Жеңіс арасындағы бәсеке осылай өріп жатыр. Да, старается Жеңіс счет до перерыва сравнять, пока не получается. Но я думаю, что это вопрос времени, по крайней мере, для создания опасного момента для гостей. Контроль мяча и владение мячом точно на стороне команды Азовского. Осталось только это все вылить в забитый мяч. Вот, например, сейчас, но, по-моему, это был Давид Сергеенко, который не попадает по мячу как следует. Контратака у хозяев поля тоже ничем не завершается. Здесь хороший перехват от одного из 3 центральных защитников ЖНСа. Ну и в итоге Горобченко будет начинать свою очередную новую атаку. Кадырбек. И против Николая нарушили правила. По ноге там заехали. Вот на ваших экранах Николай Горобченко, который показывает, каким образом заехали ему по ноге. Кадырбек делает передачу. И вот здесь мы смотрим еще раз. Наступил на ногу игрок Павлодарского Иртыша центральному полузащитнику Жеңіс. Здесь положение вне игры. Адильбек, один из самых активных игроков в составе Жеңіса, оказался в офсайде. Смотрим еще раз. Ну, офсайд чистейший, да. Последняя линия по капитану, по Азамату Канату чертилась, и было видно, что положение вне игры. Рахметулла, я так понимаю, всем видом показывает, что будет посылать мяч далеко вперед. Здесь нужно побороться. Побороться не получилось. Мяч идеально просто до партнера голкипер доставил. 1 в 1 здесь попытался обыграть на фланге по-моему, это все тот же Еламан Муликов. Да, все верно. Еламан Муликов, ну, между ног прокинул капитану Хадайбергенову, да, но дальше очень здорово Даулет поставил корпус, и пришлось Еламану правила нарушать. Правым флангом атака. У Жеңіса подача. Здесь на месте Азамат Канат. И фол от футболистов уже Жеңіса. Максат Макзумов пострадал. По лицу прилетело 47-му номеру Павлодарского Иртыша. Здесь сначала мяч в руку попал. И по лицу тоже заехали. Снова прессинг. Просит Азовский, чтобы шли выше его футболисты. Но когда прессингуешь, открываются зоны. И посмотрите, вот туда нужно отдавать налево. Опасный момент. Еламан. С правой ноги удар по воротам. И это потрясающий гол от 50-го номера команды Иртыш. Еламан Муликов идеально завершает эту контратаку. Только я сказал о том, что появляются свободные зоны, как тут же футболисты Иртыша воспользовались этим. Ну и под перекладину пробивает Еламан Муликов. От перекладины
мяч влетает в ворота. Ну а голевую передачу оформляет Бейбарыс Абельманов. У него 1+1 за эти 34 минуты. Ну и браво. Посмотрите, как Еламан разобрался. Вправо ушел, не успел его заблокировать Фархат Жигупаров. Ну и радость Еламана. Что-то наподобие Дидье Дрогба. Празднование. Вождь из Кот-д'Ивуара частенько так делал, прокатывался на коленях и в бок руки показывал, как сейчас продемонстрировал Еламан. 2-0. 2-0 к 35-й минуте. Павлодар, ну, что сказать. Первый гол забили, сели в оборону, да, действовали на контратак. Воспользовались плохим прессингом от гостей, от Джинеса. Дождались свободные зоны и забили второй. Как будто бы команда Асхата Мусатаева готовилась к тому, что Джинес их будет прессинговать, и просто из-под этого прессинга идеально вышли. Канат. Нарушение правил здесь от игроков Павлодарского Иртыша. Диас Кадырбек пострадал. Ну и сам Диас будет разыгрывать этот штрафной. Исаев. Передача назад. Кадырбек налево. Здесь оказался Сырым Ерболат. Передача в центр на Арстанова. Арстанов дальше на правый фланг. Даулет. Николай. Горобченко. Передача направо. И будет подача в штрафную. Не первая уже подача, которая завершается просто тем, что никого из футболистов Джинеса там не оказывается. Арстанов. Арстанов. Передача на партнера. Прям очень долго развивается эта атака. Арстанов. Здесь, мне кажется, нужен как раз-таки вместо третьего центрального защитника при таком низком блоке центральный полузащитник. Тот же, например, Николай Горобченко, который может передачей впереди и найти партнера по команде. Пока три центральных защитника друг другу передают. Наконец-таки кто-то решил обострить передачу от Горобченко. И здесь до мяча не добирается. Футболист футбольного клуба «Джинес». Ну и Рахметулла будет выбивать мяч вперед. Нет, не будет. Разыграл. Через Прошина Никита. Передача на Моисеева. Моисеев дальше. И вот здесь вот прессинг как раз-таки у Джинеса сработал. Здесь очень быстро, конечно, они себе мяч вернули. Концовка у нас первого тайма. 2-0. Павлодарский Иртыш обыгрывает Джинес. Ошибаются футболисты Максима Азовского. И можно попробовать забить третий. Хорошая передача. Момент. Удар по воротам 3-0. Там офсайд, да. Там офсайд. Если бы мяча коснулся Еламан, например, по-моему, он там тоже был, то офсайда бы не было. Но коснулся мяча Максат Макзумов. Смотрим еще раз. Вот смотрите, как будто передача на Еламана идет, да. И просто помешал Еламану сейчас Максат Макзумов. Забил, конечно, третий, но этот гол отменили из-за чистейшего офсайда. Нужно было довериться и дать возможность Еламану до мяча добраться, потому что у 50-го номера, у автора второго забитого мяча никакого офсайда не было. Угловой зарабатывает Джинес. Неспешно так отправляется подавать Сырым Ерболат. Мне кажется, можно было даже ускориться. Все-таки 2-0 команда проигрывает. И
до перерыва есть возможность счет сравнять, но это нам с Айбеком, да, с комментаторской под кондиционером кажется, то, что легко передвигаться по полю. Там на самом деле тяжеловато. Тяжеловато. Подача в штрафную. Справляется Иртыш. Это был первый на мяче Никита Прошин. Еще одна подача. И здесь никто до мяча не добирается. Ну что нужно делать сейчас Азовскому? Нужно просить прессинговать. Но прессинг это дело энергозатратное. В такую жару тем более. В таких погодных условиях это тяжело футболистам делать. Ну, максимум тебя хватит на минут 10. Я думаю, дальше просто ноги будут гореть. Ну и, соответственно, физических их данных может не хватить. Так что нужно что-то еще придумывать. По крайней мере, либо делать ставку на свой контроль, который позволяет делать футболиста Павлодарского Иртыша. 5 минут у нас остается до конца первого тайма. Счетом табло 2-0 впереди Павлодарский Иртыш. Қарымта шабуылдарда ертіс өте сауатты ойнап жатыр. Шын мәнісінде. Ал жеңіс шабуылда өте көп уақыт допты өз елгінде ұстап жүріп шабуылдап жатыр, бірақ оныстан ештеңе шығатын емес. Барлығы зая кетіп жатыр. Дегенмен де бірінші таймның соңына дейін қазір сәл болсын қысқартып қойса, онда екінші таймда теңестіріп немесе жеңіп кетуге де мүмкіндігі бар жеңіс командасының. Бірақ ертіс қорғаушылары қараңыздар. Бір сызықтың бойына 5 ойыншы тұрып алған. Қорғаныстың әдемі үлгісін көрсетіп жатыр. Ермұхамед Бейсенғалиев топқа бекер тиісті ау, өйткені ертіс ойыншыларынан шығып кетіп бара жатқан еді. Азамат Қанат оңға қарай, сол қапталға қарай ауыстырды допты. Моисеев, Радион, Никита Прошин, Еркебұлан Рахметолла осылай допты асықпай өз бақылауында ұстауса, доп сенде болғанда саған гол соқпайды деген әңгіме бар. Доп тағы да алаңның жиегіне шығып кетті. Оң жақ қапталға бірінші таймның аяқталуына аз ғана уақыт қалды. Және ортадағы су ішкен уақытты есептейтін болса, төреші 2 минут 2 гол бар, 2 немесе 3 минут уақыт қосып қалатын шығар деген болжам бар бізде. Ойын тәртібі бұзылды тағы да. Сары қағаз. Яс Қадырбекке сары қағаз. Осының алдында Бәйдібек Әділбек алған болатын. Осы бір эпизодта бізден көзімізден таса болған екен. Азамат Қанат. Жақсы, ал осы жерде шабуылды көрейік. Қазір ойыншының ортасына бекер кіріп кеткендей болып көрінді. Мақсат Мағзумов және Артур Колесников қазір допты жаңа шабуылдыға бастап берді. Бірінші тайм аяқталуына 1 минут уақытқа жуық уақыт бар. Сол 1 минут уақыттың ішінде қазір көре жатармыз қалай боларын. Ал көрейік, осы жерден оң жақ қапталдан солға қарайық. Ой.
Алай үлгермей қалды. Үлгермейді қазір. Сырым Ерболат. Абдықалық. Әлімжан. Азамат қанат. Жақсы, қазір 3-1 ойнатып жатыр. Ал бұл еді сәл ерте қимылдаған. Қимыл болды. Жеңіс ойыншыларының бірінші таймдағы соңғы шабуылдарының бірі қазір орын алуы керек. Өйткені бірінші таймның соңына дейін есептің сәл де болсын қысқартып қоймаса, онда екінші таймда жағдай қиындай береді. Онда барлығы жақсы түсінеді ойыншылардың. Бізде бірінші таймның негізгі уақыты аяқталды, ал енді сол төреші қанша минут қосады екен деген сұрақ барлығымызды мазалайтыны түсінікті. Жақсы, өз жалғыз өтуге тырысады. 1 минут уақыт қосқан екен. 1 минут, оның 20 секунд артта қалды. Төреші 1 минут қана уақыт жеткілікті деп ойлаған екен. Соңғы шабуыл 1 минут деген өте шығатын анық. Және соңғы сол адуынды шабуылдың бірін көрсетуге тырысу керек қазір. Егер ұпай алғысы келсе. Төреш қосқан 1 минут уақытта артта қалды, бірақ ысқырық үнсіз. Осылайша бірінші тайм аяқталды. Есеп 2-0. Қадірлі көрермендер, экраннан алыстамаңыздар. Біз санаулы минуттардан кейін қайта ораламыз. Сонымен біз қайта оралды, қадірлі көрермендер. Бұл ертіс жастары және жеңіс жастары арасындағы өтіп жатқан ойын. Бұл Қазақстан футбол біріншілігінің 2-ші лигасы солтүстік шығыс аймағында өтіп жатқан ойын. 2 ойыншы ауысты, ол Санжар Жұманов және Наурыз Мейрамхан алаңға шықты. Ал алаң қожайындарынан бастайық. Әбілмановтың голынан кейін тағда Мүліков гол соғып еселеген болатын. Сондықтан ертіс қазір жеңісті жеңіп жатыр. 31 нөмірде Еркебұлан Рахметулла, 40 нөмірде Азамат Қанат, 23 нөмірде Әділет Үсенов, 30 нөмірде Бекзат Әли, 44 нөмірде Радион Майсеев, 47 нөмірде Мақсат Мағзумов гол авторы, 50 нөмірде Еламан Мүліков, 54 нөмірде Әлімжан Абдықалық,
74 нөмірде Никита Прошин, 77 нөмірде Әлхам Нұрлан, 87 нөмірде Бейбарыс Әбілманов. Ал жеңіс командасының жастары осындай құрамнан тұрады. 99 нөмірде Артур Карлесников, 51 нөмірде Дәулет Құдайбергенов, 30 нөмірде Николай Горобченко, 47 нөмірде Бәйдібек Әділбек, 67 нөмірде Диас Қадырбек, 69 нөмірде Фархат Жағупаров, 71 нөмірде Сырым Ерболат, 83 нөмірде Давид Сергиенко, 93 нөмірде Расил Исаев, 94 нөмірде Нұрсұлтан Арстанов, 97 нөмірде Ермұхамед Бесенғалиев. Алаңға Санжар Жұманов пен Наурыз Мейрамхан кірді. 65 және 78 нөмірде ойнайтын Қанаев Йолдос осы матчтың бас төрешісі. Сонымен жеңіс ойыншылары артқа қарай. Нұрсұлтан Арстановтың қалдырған пасы. Допқазы Фархат Жағупаровта. Жағупаров ортаға қарай. Және дәл осы сәттен алға қарай шығуға жеңіс ойыншылары мүдделі. Сонымен бұрыштама жақсы пас берген болатын қазір. Дәулет Құдайбергенов болуы керек. Команда капитаны. Аллалаң жеңін доп күтіп тұрған қазір Давид Сергиенко. Азамат Қанаттың жанында. Азамат Қанат персоналды түрде жауып тұр қарсыласын. Санжар Жұманов жаңа ғана алаңға шыққан болатын бұл ойыншы. Исаев, Расил, ойшаң ойыншылардың барлығы осында. Бәйдібек Әділбек қазір қайтадан айып алаңға қарай кетіп барады. Және бірінші болып қақпашы допты қармап шығарып тастады. Тағы да бұрыштама. Осы бір сәтте екінші бұрыштамаға да қол жеткізіп отыр жеңіс ойыншылары. Мазумов допты шығарып тастады. Екеуі әзілдесіп жатыр қазір. Сергиенко және Азамат Қанат. Жұманов ойнатты қазір. Әділбек, Жұманов, Азамат Қанат шығарып тастады. Ал сол жақ қапталдан қазір тағы да бір мүмкіндік бар. Үш ойыншы бірдей жауып тастады. Және өткізбеді. Моисеев Родион. Өте тасқамал қорғаушылардың бірі. Артқа қарай. Фархат Жағупаров ортаға қалдырды. Және Жағупаров қазір жаңа шабуылды бастауға дайын. Осы сценарий бойынша ертіс 2 гол соғып кетті. Қарымта шабуылдарда. Сол қарымта шабуылдардан нәтиже көрді. Ал жеңіс әлде болса алынбайтын қамалдай болып қарсыластың қақпасынан доп алып шыққан жоқ. Өздері допқа иелік етіп жатыр көп уақыт бойы, бірақ соңғы сәтте шешуші сәтте міне осындай қателіктердің кесірінен қазір тағы да жеңіс өзінің қақпасына қарай шабуыл жасатуға мүмкіндік берді қарсыласқа. Ал енді ғана допты тартып ала білді. Сонымен қонақтар шабуылда. Николай Горобченко. Топ әуеде кім бірінші болды? Ялаң жиегіне қарай допты шығып кетті. Бәйдібек Әділбек және оның қасында Санжар Жұманов секілді ойыншылар бар. Артқа тағы да. Оң жақ қапталмен. Бұл жолда сәтсіз қабылдады допты. Ойынның 50-ші минутта есеп әлде өзгеріссіз 2-0. Да, стартовал второй тайм, сделал несколько изменений Максим Азовский. Ну, я думаю, что картина первого тайма не поменяется. И во втором Женес будет контролировать мяч. Будут футболисты Азовского пытаться вскрыть вот эту насыщенную и пока непробиваемую оборону павлодарского Иртыша. Ну а хозяева поля вот в таких вот моментах будут стараться убегать и забивать. Третий. Нужна передача
В касание, наверное, нужна она была бы, но в итоге этой передачи мы так и не увидели. Минус 2 игрока на половине поля у Павлодарского клуба. И можно было с бровки услышать, видимо, Азовского, чтобы быстрее мяч туда вперед доставляли футболисты ЖНСа. Ну и вот передача последовала в направлении Исаева. Исаев до мяча не добирается. Да, хороший был момент у Павлодарского клуба для того, чтобы, ну, если не поставить точку, то отправить такой в глубокий нокаут команду Максима Азовского. Если бы они забили третий, еще раз повторюсь, там передача прям в касание нужна была, а это подарок. И, пожалуйста, смотрите, что это такое. Это сейвище просто невероятное от футболиста Павлодарского Иртыша. Это Никита Прошин. Это капитан, видимо, сжалился над ЖНСом. Решил выкатить просто на пустые сейчас Давида Сергиенко. И Давид по пустым не попадает. Точнее, попадает в створ, но там Никита Прошин а-ля Вирджил Ван Дейк, наверное, да? Или кто еще? Просто идеально с ленточки выбивает. Ну, браво, Никита. И не браво Давид Сергиенко. Ну и здесь знак минус, наверное, можно и приписать капитану Азамату Канату, который, собственно, этот момент и привез. Но вот сделая сейчас Сергиенко 2-1, я, конечно, не хочу дальше давить на одно и то же, на больное, да, но сделай 2-1, и, возможно, все бы у нас перевернулось. Самый, наверное, реальный шанс был только что у футбольного клуба ЖНС попробовать избежать поражения в этой встрече. Он просто феноменально сыграл, еще раз повторюсь, Никита Прошин, 74-й номер, который вытащил с ленточки этот мяч. Так, здесь нарушение правил. Зарабатывает стандарт Павлодарский Иртыш. Ну и у мяча будет сейчас находиться Родион Моисеев, который с левой ноги, я так понимаю, будет подавать, да? Моисеев, подача. Здесь выходит и выбивает мяч Артур Колесников. Ну и постарается сейчас убежать в контратаку Адильбек. Кто впереди? Впереди есть Давид Сергиенко, который жаждет исправиться за предыдущий момент. Передача на Арстанова. Арстанов. Есть там на фланге совершенно один капитан Даулет Ходайбергенов. Но почему-то Арстанов не стал делать передачу на Даулета. Развернул атаку. Вот сейчас я думаю, что Даулет все-таки с мячом встретится. Он совершенно один на фланге. Вот, пожалуйста, мяч доходит до Даулета. Даулет смещается в центр. Можно отдавать было в направлении Горобченко. В итоге пас не последовал. Нурсултан. Есть теперь на фланге Миримхан. Ну, Турстанов, я так понимаю, не желает фланги подключать. Уже не в первый раз я замечаю, что 94-й номер команды ЖНС, видя, что совершенно свободный правый фланг, старается играть в центр. Хотя, возможно, это задумка от Азовского, а не от самого центрального защитника. Так что здесь вопросов может быть к Нурсултану и никаких и нет. Нурсултан. Вот снова смотрим еще раз. Совершенно один стоит Миримхан, а почему-то идет длинная передача туда в штрафную. Наверняка, ну, если бы, наверное, это бросалось сильно в глаза, как мне, тому же Азовскому, наверное, уже подсказ бы, наверное, главный тренер сделал. Поэтому, а подсказа мы не слышим. Так что, значит, все по затее главного тренера футбольного клуба ЖНС. Видимо, не видит продолжение атаки через фланг. Ни Арстанов, ни коуч.
Перехват хороший у Женеса. И вот сейчас можно попробовать забивать. Но Давид Сергиенко, я думаю, скоро наиграет на замену. С мячом хозяева поля. Силы потихоньку покидают футболистов Женеса, поэтому уже высокого прессинга мы не видим. Сейчас они все практически расположены на своей половине поля, а это только на руку для павлодарского Иртыша. Никита. Заброс вперед. Справляется здесь оборона Женеса, и попробуют они сейчас, но если не быстро, то снова через контроль продвинуться вперед. Пас назад. Передача на фланг. Хотя, вот с другой стороны, вроде бы как левый фланг постоянно подключают, да, футболисты Женеса. Даулет. Бергенов остановился. Даулет сейчас, с учетом того, что там Фархат Жагупаров чуть выше располагается на фланге, да, то Даулет больше к центру смещается. Тоже подсказ от главного тренера. Перевод. Хороший удар последует или нет. Ну, просто сам себя закопал. Нет положения вне игры. Даулет подбор хороший. Подача на дальнюю штангу. Удар головой последует, не последует. Ну, угловой, как минимум, футболисты Женеса заработали. И там пока, наверное, MVP этой встречи Бейбарыс Абельманов. Еще раз напомню, что у Бейбарыса 1+1. В этой игре у него есть и гол первый, ну и во втором забитом мяче он сделал голевую передачу. Так что Man of the Match пока к 58-й минуте известен. Если что-то у нас сверхординарного не произойдет, например, тот же, ну кто, Давид Сергиенко сейчас хет-трик оформит, например, и MVP, конечно, уйдет ему. Угловой. Подача. Скидка. Подбор за футболистами Женеса. Удар из-за пределов штрафной площади. Это Санжар Жуманов, вышедший на замену, пытался пробить Горобченко. Горобченко. Перевод налево. Хороший от 30-го номера футбольного клуба ЖНС. Так, в штрафной площади уже игроки Женеса. Прострелить не получается. Коробченко. На левый фланг атака Женеса перемещается. Здесь скидка. Канат до мяча не добирается, зато добирается Максат Макзумов, который выбивал мяч за пределы поля, но выбить таки не получилось у Максата. Продолжает Женес атаковать, а павлодарский клуб обороняться. Арстанов, ну, что я и хотел. Наконец-то передача на фланг. Ну, собственно, здесь может меня Максим Азовский спросить, ну и что? Вот мы сделали передачу на фланг, и что? Там сразу же прессинг, и приходится играть назад Фархату Жагупарову. Сам себе я на свой вопрос только что ответил. Жагупаров пошел вперед. Снова правый фланг свободный. А вот сейчас передача в направлении Миримхана. Я жду, когда опасный момент все-таки с этого правого фланга создастся, чтобы сказать, ну вот я же говорил. Но пока такой возможности у меня не предоставляется. Азамат Канат. Азамат. Передача на Никиту Прошина. Дальше на Моисеева. Родион. Родион и пас снова назад. Час игры у нас миновал. 2-0. Иртыш обыгрывает Женес. Бір сағат артта қалды десек те, әлі Ертіс сол өзінің тактикасымен өте сауатты қимылдап қарсыласқа мүмкіндік беретін емес. Азамат қанатқа допқа жақындап келеді. Жарты сағатта 2 гол жіберіп қоюы Ертіс үшін осындай қорғаушылармен
Барлығы мүмкін. Алға қарай алыс пас. Ал осы жерде доп қаталас қазір. Кім бірінші болып жетеді екен? Иә, артқа және соққы болар ма? Соққы! Болмады. Асығатын емес жеңіс ойыншылары. Қақпашы бірінші жетеді, түсінікті ол. Асығатын емес, асығудың да қажеті жоқ. Еркебұлан Рахметулла. Соңғы қорғаушы қазір Никита Прошин. Өте сенімді ойнап жатыр. Мақсат Мағзумов, Прошин, Еркебұлан Рахметулла. Лайв жүйесінде ертіс 5-ші орында тұрақтады. 6-шы орында жеңіс тұр қазір. Қақпашыға қарай Артур Колесников. Колесников өз қақпасынан 3 мәрте допты алып шықты, бірақ біреуі офсайдқа кіріп кеткен болатын. 2 гол таза есепке алынды. Колесников. Қателік, Азамат Қанатқа кеп топ жетті. Азамат Қанаттың пастары сәл қиыстау болып жатыр. Осымен екінші пас қатарынан қиысып берді. Жаңа бір мәрте қарсыласқа 100%-лық сыйлық берді десек те болады, бірақ соңында Прошин құтқарды. Николай Горобченко. Горобченко өте сауатты ортаны жүргізіп жатыр. Фархат Жағыпаров. Фархат Жағыпаровтан басталады тегіз шабуылдың барлығы. Наурыз Мейрамхан. Наурыздың пасы. Шығармады, топты жұлып алып кетті. Қазір жігіттер су ішіп демалып алсын. Әрмен қарай жалғастыруға мүмкіндік болады. Солтүстік шығыс аймағында қазір оңтүстік батыста бірінші орында Хромтау қала береді. Талас екінші орында, Қайсар ұтылып жатыр қазір. Сондықтан үшінші орында Еламан Мүліковтың орнына Ерназар Дүйсеков шықты. Және Қасан алаңға шығады. Тағы ойыншы алмастады. Ол 98-ші нөмірдегі Асланбек Марат. Бейбарыс Әбілмановтың орнына Абай Қасайын шықты қазір. Бейбарыс өте бәрін жақсы жасады. Ал бұл Асланбек Марат. Ойынның 65-ші минутында шығып отыр. Давид Сергеенконың орнына.
Я көріп отырғандарыңыздай барлығы ойыншыларын алмастырып үлгерді. Артқа тағы да. Я, үйреншікті сценарий қазір допта жеңіс ұзақ ұстайды, бірақ қарымта шабуылда ертіс ойыншылары өте жылдам. Және 67-ші минут болды, уақыттың біраз өткенін білесіздер, және күннің ыстығында бірінші таймда көп жүгірді жігіттер. Кейде болады осындай. Доп қақпаға бағытталғанмен де гол кірмей қоятын кездер болады. Оң жақ қапталға. Доп әуеде, кім бар? Қақпашы бірінші болып жетті. Құлап жүріп, жата жастана қорғанып жатыр қазір. Тамаша допты тартып алды аяғының ұшымен. Шүйді қақпашы болып бірінші жұдырықпен шығарып тастады. Артқа қарай. Я, жылдамдатып қазір бір гол соғу керек. Қайткенде де. Ертіс үшін. Азамат Қанат өткізбеу керек. Я, Азамат Қанатқа қарсы ойын тәртібі бұзылды. Сары қағаз бола ма? Жоқ, болмайды. Асланбек Марат. Я, өте салқынғанды Азамат Қанат. Жақсы. Ал осы жерде қазір шабуылдау керек. Дәулет Құдай Бергенов. Доп әуеде, кім бар? Ой, қандай офсайд қазір. Бірінші мүмкіндікте аяғы жетпей қалды қазір, айтпесе. Негізі офсайд жоқ секілді. Және соққыны автогол қып жазуға да болатын еді бұл жерде. Енді төреші барлығын өз қадағалайды, көреді. Меніңше бірақ офсайд жоқ болған еді. Дегенмен де төрешілер ол кәсіби түрде төреші, ал біз кәсіби комментаторларымыз. Біздің басты мақсат ойында не болып жатқанын түсіндіріп беру халыққа. Қалғанын қазылар өздері жасайды. 20 минут уақыттың ішінде қазір үлгере ме? Жеңіс ойыншылары сол маңызды. Тамаша, осы жерде шабуылдай беруге болады. Мүмкіндік қой бұл. Қақпашы доп уысынан шығарып алғанмен де қайта келген сәтте доп қақпашының қолынан табылды. Сонымен 70-ші минут, есеп 2-0, Ертіс жеңіс ойыны. Да, как будто бы с того ракурса, который показали нам в трансляции, этот момент, как будто бы офсайда не было. В любом случае, думаю, что после этой встречи тренерский штаб Жениса разберет этот эпизод. И, возможно, где-то мы не углядели, либо ракурс был такой. Продолжает Женис контролировать мяч. Жакупаров, забег там был от Адильбека, но передачи не последовало. Я думаю, когда ты проигрываешь 2-0 за 20 минут до конца, уже рисковать точно нужно. Рисковать точно нужно. Если была возможность отдать
Эту передачу на Адельбека можно было, наверное, и делать. Жакупаров. Адельбек в касание в каната мяч попадает. Здесь контрпрессинг ни к чему не приводит. И сам канат сейчас попробует убежать в контратаку. В соло практически троих обошел Азамат Канат, но мяч в итоге потерял защитник Павлодарского клуба. На пути встал Диас Кадырбек. Аут. Пас пяткой не получается. Так, ну и того, сколько у нас моментов было у гостей сегодня. Незабитый мяч. Плюс момент у Сергиенко. Стопроцентный. Ну и до этого еще пару ударов можно вспомнить. Как минимум, наверное, на гол наиграли. Али у нас покидает поле. Бекзат Али. Вместо него появится Станислав Майоров под номером 52. Вот он на ваших экранах. Станислав Майоров. И появится также Ансар Сапаргазинов. Он поменяет Альхама Нурлана. Футболисты Жинес снова с мячом. Снова 3 центральных защитника контролируют мяч. Пас назад. Горобченко. Ну вот кто рискнул. Ну, правда, до Адельбека мяч не доходит. И Рахметулла выходит, мяч в руки забирает. Канат. Пас центр. Майоров. Первое касание было. Перевод направления Моисеева. Родион. Есть там на фланге Усенов. Получает передачу Аделет Усенов. Ой, как здорово от двоих уходит. Показался видом, что будет подавать, но передумал. И в итоге передача последовала назад в направлении Макзумова. Макзумов дальше на Прошина. Прошин на Азамата Каната. Ну и да, наверное, к этой минуте уже точно можно сказать, что силы на исходе у футбольного клуба ЖНС. Аплодирую стоя Байдибеку Адельбеку, который без замен все 74 минуты бегает, старается прессинговать. Вот сейчас, правда, не возвращается на свою половину поля, потому что подустал. Но в любом случае старается парень впереди какое-то давление оказывать. Жакупаров на фланг. Ну и снова мяч до Жакупарова доходит. Есть Нурсултан Арстанов. Нурсултан, здорово. Здесь из-под прессинга вышел. Передача на Даулета. Даулет. И снова в центр. Снова все на того же Жакупарова, Фархата. Передача в центр не проходит. Там просто непроходимая оборона у Павлодарского клуба. И момент для хозяев. Летел вперед Адилет Усенов. Ну и в итоге мяч покидает пределы поля. Ну и будет кто-то из игроков Жинеса его разыгрывать. Будет это делать капитан Даулет Ходайбергенов.
А вот и один из тех, кто запомнился сегодня в составе Павлодарского ТШ, помимо Абельманова и Бибареса. Еще раз повторюсь, это лучший игрок, по моему скромному мнению, со статистикой 1+1. Так, Кайратов появится у нас. Мирас Кайратов. 96-й номер. Адельбека все-таки заменит. Заменит все-таки 47-го номера. Но тоже стоит похвалить, я думаю, Байдибека Адельбека все силы оставил на поле. Здесь нарушение правил. Нужно поторопиться и разыграть очень быстро этот стандарт. Горобченко. Пас назад. Жагупаров. Просто остановился Жагупаров. Нет вариантов. Здесь Даулет открылся под эту передачу. И перевод от капитана на левый фланг. Снова до Фархата мяч добирается. Арстанов. Вы можете сказать, что я предвзят как-то к Женесу, но вот этот контроль мяча постоянно он пока ни к чему не приводит. Не кажется ли вам? Просто вот этот контроль между тремя центральными защитниками, как только, вот только попытка перейти чуть дальше, чуть ближе к опорной зоне Павлодарского ТШ продвигаются футболисты Женеса, тут же мяч теряют. Как будто просто не понимают, что дальше делать. Почему-то неравнодушен я к этой игре. Хочется похвалить и игроков Павлодарского РТШ за эту прекраснейшую оборону. И хочется хвалить вроде бы футболистов ЖНС, но пока получается только, если не критиковать, то задавать вопросы. Некоторые, да, для молодых футболистов ЖНС. Ну и в итоге снова потеря мяча. Не знаю, что должно произойти, чтобы как-то ход игры у нас перевернулся. Пока все идет к тому, что Иртыш довольно-таки легко, обороняясь таким же образом, заберет 3 балла. Еркебулан будет выбивать мяч куда подальше. А конкретней на Усенова. Усенов борьбу проиграл, там Усенову помогал и Максат Макзумов. В итоге ни тот, ни другой до мяча не добрались. Жагупаров. Передача в направлении Кадырбека. Пас центр. Даулет. Снова назад. И еще один заброс в никуда. Здесь нарушение правил нет. Можно играть дальше. Но сейчас как будто бы кто-то из игроков Павлодарского клуба нарушит. Правда, разрядили обстановку сейчас футболисты ЖНСа. Здесь потеря мяча от Даулета. И только лишь потрясающий подкат Фархата Жагупарова спасает от опасного момента игроков ЖНСа. Заброс вперед еще один. Момент. Перевод налево. Усенов. Усенов. Аделет. Аделет. Усенов уже в штрафной площади. Острый угол. Падает Усенов. Но, по-моему, там контакта не было. Надеюсь, покажут нам повтор или нет. Не покажут, к сожалению. Был ли там контакт с кем-то из игроков обороны ЖНС, видимо, нет. Видимо, ничего не было. Доверимся арбитру. Тавлет. Хайбергенов. Передача направления Кадырбек. Кадырбек дальше.
на фланг. И снова, наверное, Нурсултан Арстанов побьет рекорд вместе с Нурсултан Арстанов и Фархад Жагупаров побьют рекорд как минимум футбольного клуба «Женес» по касанию мяча и количеством передач сегодня. Я думаю, там к отметке, ну, не знаю, в 100, наверное, точно есть. Могу ошибаться, конечно, но очень много передач делают именно Нурсултан Арстанов и Жагупаров. Это такой вот стиль игры сегодня «Женеса». Контроль мяча, который, увы, к забитому мячу никак не приводит. Ох, я знаю таких, конечно, любителей контроля мяча. В Алматы проживает довольно-таки много любителей контроля мяча. Вот на вопрос, как контроль привести к забитому мячу, тоже ответа у них нет. Но зато контроль. То есть, если бы играли в большой квадрат, Женес бы точно бы выиграл. Вот он, хороший пас. Что-нибудь опасное в итоге возникнет или нет. Горобченко. Передача еще дальше. Заброс в штрафную. И здесь ничего не будет. Да, счет 2-0 до конца. 7,5 минут. Впереди Павлодарский Иртыш. Иә, әлбетте, үлгере ме деген сұрақты ағынан бері қойып отырмыз. Жеңіс допқа ел кету пайызы бойынша өте қарсыласынан басып озды, бірақ таблодағы есеп мүлдем басқаны айтып тұр. Еркебұлан Рахметулла. Жақсы, міне осылай шабуылдайды, бірақ соңында бір пас өтпей жатыр. Қайта-қайта осындай дүниені көріп жатырмыз. Ай. Шаршады жігіт, шаршады. Дәулет Құдайбергенов. Майсеев есесіне Радион артқа қарай қалдырды. Бұл жақта Никита Прошин бар, Азамат Қанат. Жақсы, қыспақтан өте жеңіл шығып келе жатыр қазір ертіс ойыншылары. Радион Майсеев қапталға. Ойын тәртібі бұзылды қазір. Қанаев Юлдус назарларыңызда. Ал бұл қателіктің қазір жауабын көретін боласыздар. Ай, допты тоқтатар кезінде қателесті. 85-ші минутқа келіп жеткен екенбіз. Ал әзірге 5 минут уақыттың ішінде жеңіс 2 гол соғады дегенге көп адам сенем екен. Ең бастысы өз ойыншылары жеңістің. Сол жақ қапталға қарай. Алыспас, тамаша, бірақ қақпашы бірінші болып жетеді. Ол түсінікті, Еркебұлан Рахметулла.
Ал соққы болар ма? Жоқ, соққы жоқ. Тым ұзақ созып алды. Қарымта шабуыл есесіне бар. Қарымта шабуыл ертіс ойыншылары. Тамаша алып қалды қазір допты. Артқа қарай. Және қазір бір голды осы жерде соғып кетуі керек еді. Ертіс егер ұпай бөліскісі келсе. Жақсы. Қимылында Фарқат Жағыпаровтың ешбір сын жоқ, қараңыздар. Қалай допты соңғы қорғаушының рөлінде және шығармайды, өткізбейді. Дәулет Құдайбергенов, жақ қапталға пас, және бұрыштама. Тіпті бұрыштама да жоқ дейді, иә. Еркебұлан Рахметулла. Ал қазір ойынға 55 нөмірде ойнайтын Сәкен Айтмұхамбет шығады. Сәкен қазір Родион Моисеевтің орнына. Родион Моисеев жақсы матч өткізді. Және қошеметке лайық болды. Иә, осы жерге дейін ғана келіп жатыр қазір. Жеңіс ойыншылары осы айбаланға баса бүктеп кіре алмайды, себебі ертістің қорғаушылары әуедегі доп болсын, жердегі доп болсын, ешқандай допты өз қасысынан өткізетін емес. Жақ қапталған, сол жақ қапталған. Ойынның соңғы минуттары. Топ әуеде. Кім бар бұл? Солатын ешкім жоқ. Азамат Қанат. Және соққы тосқауылға келіп дейді. Азамат Қанат қазір құтқарды десек болатын шығар командаластарын. Ойын тәртібі бұзылды тағы да. Үзіліс көп болған жоқ ойында. Иә, неше минут уақыт қосатын қазір айта жатар. Дегенмен де көп уақыт болар ма екен. Жақсы өтті. Енді пас беру керек қой. 4 минут уақыт қосылған екен. 4 минут. Әлде болса қыспақты күшейте береді қазір. Ертіс ойыншылары қорғаныстан. Жақсы пас, ал көрейікші. Ертіс 4-ке 3 шабуылдап барады. 4-ке 3. Я, үлгермеді. Үлгермеді бұл допқа. Мақсат Мағзумов. Артқа қайтып үлгеру керек, есесіне. 79-ші нөмірде ойнайтын Ансар Сапарғазинов та келіп үлгерген екен. Аяғы тартылып жатыр қазір.
Дәрігерлердің де көмегі керек. Ертіс 6-шы орында, Жеңіс 7-шы орында, 1-ші орында Шахтер жастары, 2-ші орында Випер Астана. Астана Випер командасы соңғы 5 ойынның 5-інде жеңіске жеткен, ал Шахтер 4 ойында жеңіске жетіп, 1-інде жеңілген. Аңсат 3-ші орында 14+, яғни 22 ұпайы бар. Соңғы 5 ойынның 2-інде жеңілді және 3-інде жеңді. Қызылжар 19 ұпаймен 4-ші орында, Оқжетпес 18 ұпаймен 5-ші орында, 6-ші орында Ертіс 18 ұпайменен. Ал Жеңіс қазір 7-ші орынға төмен түсті. Ол айырмашылығы бойынша 0, яғни 17 ұпайы бар. Ұлытау, Жетісу деген командалардың қазір әзірге жолы болып жүрген жоқ. Алтай Өскеменде жақсы бір қимылдап жүр деп айтуға келмейді. Соңғы кездерде Шахтерда және Виперда жеңіс көбірек. Төреші осыған 4 минуттың 2,5 минут уақыты артта қалды. Және қақпашы бұлдоқты оңай ұстап алу тиіс. Жаңа шабуыл, қазір Ертіс ойыншыларының жаңа шабуылы әбден шаршағаны көрінеді. Ойыншылардың қателіктер көбейіп кетті өйткені. Дәулет Құдайбергенов соққы және тағы да сол қанат Азаматқа тиді. Алға қарай шабуыл, Аңсар Сапарғазинов жалғыз өзі үш ойыншының ортасында. Әзірге допты бұрыштамаға қарай тартып келеді. Алаң жиегіне қарай теуіп шығарып бастады. Осылайша матчтың қорытындысын қорытындылай беруге де болатын шығар. Себебі Ертіс ойыншылары сенімді түрде қорғаныста, ал Жеңіс шабуылда әзірге көп нәрсе жасай алып жатқан жоқ. Тағы да сондай эпизодтар. Еркебұлан Рахметулла топты ұстады, енді асықпай қосады ойынға. Төрешінің қосқан уақыты да аяқталды негізі. Бұл допқа жете ала ма? Жоқ, жете алмады. Сонымен матч аяқталды. Қадірлі көрермендер, Ертіс өз алаңында жеңісті жеңді. 2-0 есебі. Сіздерге қызмет еткен комментаторлар Петр Воликов және мен Айбек Сайлау. Жеңісті күндерде жүздескенше аман сау болыңыздар.